18 ғасырдың ортасында жоңғардан көшпелі мемлекеті біржолата құлағанда, оның жерін Қытайдың басып алу қаупі күшейген болатын. Осы кезеңдерде қазақ билігінің жасаған қайратты қадамдарының бірі төре және төлеңгіттердің үлкен топтарын шығыстағы шекаралық алқаптарға топтастыруы болды. Қытайдың әскери кеңес қорында 1757-1758 жылдары Цин Мәнжу әскерімен шайқасқа қатысқан қазақ батырлары мен төлеңгіттердің көбісі Абылаймен бірге Әбілпей сұлтан мен Барақ сұлтанды қолдағандар болып табылады. Тізімде төлеңгіттер аймағы Төлеңгу деп жазылған, олардың саны 1000 адам. Төлеңгіттердің құрама 1000 сарбазын басқарған Найманның теріс таңбалы руынан шыққан Жарылқап батыр болғаны айтылады. Жалпы бұл тізімде орта жүздің 42 батыр қай руға жататыны сандарымен берілген. Профессор Клара Хафизова апай атап өткендей, Мәнжүр құжаттарындағы батырларды төлеңгіттерден бөлмей, Цин императорларының гвардияшылары сияқты хия сөзімен атаған. Цин императорының даңқ залында Жоңғар мен Шығыс Түркістанға жорық кезінде әскери ерліктермен ерекшеленген 280 батырдың суреті қойылған. Батырлардың көпшілігі мәнжулер, екінші орында моңғол, қалқа мен ойрат қалмақтар болады. Бір қызығы, даңқ залында ойрат қалмақтың атақты батыры Аю Ши батырдың қара тұлпарға мініп, найзасын көлденең ұстап, қолын бұлғап тұрған толық метражды суреті қойылған. Хала, яғни қара батыр деген атпен танымал болған. Бір қызығы, батыр атағын алғандардың көбі императордың жеке күзетінің офицерлері мен оның жеке шабырмандары болған. Олар жорық кезінде император Сян Лунның әскерін басқарған және көрші елдерге баратын елшілікті басқарған ең сенімді адамдар ретінде сипатталады. Қызметі жағынан олар қалмақтар мен қазақтар арасындағы төлеңгіттерден еш айырмашылығы жоқ.